Құрметті тыңдарман, сіздерге бүгін Қазақ КСР ғылым академиясының академигі, социалистік еңбек ері, Қазақстан халық жазушысы Ғабит Мүсіреповтің өмір жолын баяндайтын боламын. Ғабит Мүсірепов 1902 жылы 22 наурызда қазіргі солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы Жаңажол ауылында дүниеге келген. 9 жасқа дейін өз ауылында оқып хат таныды. 1916 жылы 2 кластық ауылдық орыс мектебінде 1 жыл, одан кейін 4 жыл орыс мектебінде оқып, оны 1921 жылы бітірді. 1923 жылы Орынбор қаласындағы жұмысшы факультетіне түсіп, онда 3 жыл оқиды. Сол жерде Сәкен Сейфуллинмен танысты. 1926 жылы жұмысшы факультетін бітірген соң, Омбыдағы ауыл шаруашылығы институтында 1 жыл оқып, 1927-1928 жылдары Бурабай техникумында оқытушылық қызмет атқарды. Тұңғыш шығармасы «Тулаған толқында» повесін осы тұста жазды. 10 жыл бойы баспа орындарында, кеңес, партия мекемелерінде жауапты қызметтер, атап айтқанда, баспа директоры, Қазақ әдебиеті социалистік Қазақстан газеттерінің бас редакторы, Қазақстан КП орталық комитетінің бөлім меңгерушісі, Қазақ КСР халық комиссарлар кеңесі жанындағы өнер істері басқармасының бастығы қызметін атқара жүріп, әдеби шығармашылығын үдете түсті. 1938-1955 жылдары бірыңғай жазушылық жұмыспен шұғылданды. 1955-1966 жылдары Ара журналының бас редакторы, Қазақстан жазушылар одағы басқармасының бірінші хатшысы. 1958 жылдан бастап КСРО жазушылар одағы басқармасы хатшыларының бірі. Лениндік және мемлекеттер сыйлықтар жөніндегі бүкіл одақтық комитеттің мүшесі болды. Ұлы отан соғысы жылдарының соңында Қазақ батыры повесін жазды. Бұдан кейін жарияланған Оянған өлке романы қазақ әдебиетінің алтын қорына қосылған шоқтығы биік туынды еді. Атақты романдармен қатар Ғабит Махмұтұлы прозаның шағын жанрында да еңбек етті. Ондаған очерк, әңгіме, повестер жазып жариялады. Кездеспей кеткен бір бейне кітабы үшін 1968 жылы Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығын алды. Қазақстан Республикасының ғылым академиясының Шоқан Уәлиханов атындағы сыйлығының лауреаты болды. 1974 жылы Ұлпан повесін жариялады. Ал Оянған өлкенің заңды жалғасы Жат қолында романы арада ширек ғасырдай уақыт өткен соң 1984 жылы ұсынылды. 30 жылдарда драматург ретінде де бой көрсетті. Оның драматургиядағы тырнақ алдысы сахнада 1000 реттен аса қойылған «Қыз жібек» операсының либреттосы еді. Қозы көрпеш баян сұлу пьесасы да халық эпосының сарынында жазылған. Жазушының қоғамдық, публицистік, журналистік, сыншылдық еңбектері «Суреткер парызы», «Заман және әдебиет» атты кітаптарына енген. 5-ші сайланған КСРО жоғарғы кеңесінің және 6-шы, 7-ші, 8-ші, 9-шы, 10-шы, 11-ші сайланған Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің депутаты болды. 1974-1975 жылдары Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің төрағасы болып сайланды. 3 рет Ленин орденімен, 2 рет еңбек қызыл ту орденімен, медальдармен марапатталған. 2002 жылы 100 жылдығы ЮНЕСКО деңгейінде тойланды. Алматыдағы Қазақ мемлекеттік балалар мен жасөспірімдер театрына бір көшеге, Астана қаласынан бір көшеге есімі берілген.